Түркістанда бюджет есебінен 82 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. Дәлірек айтқанда, Түркістан қаласының әкімшілік іскерлік орталығында 7, 9 және 12 қабатты жалпы 82 тұрғын үйдің құрылысы мемлекеттік бюджет есебінен жүргізіліп жатыр. Жалпы саны 5313 пәтер болса, оның ішінде 4039 пәтер кредиттік жүйемен 1274 пәтер кезектегі азаматтарға берілгелі жатыр. Бұл ретте биыл 53 үйдің құрылысы аяқталып, үйлерді тапсырылу жұмыстары жоспарланып отыр. Айта кетейік, бұнымен қоса тұрғын үйлердің аула-ішілік абаттандыру жұмыстары да қатар жүргізілуде. Бұл туралы облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен өткен мәжілісте айтылды. Бұдан бөлек жиында Түркістан қаласын дамыту және 32 секторда көгалдандыру бойынша атқарылған жұмыстар туралы баяндалып өтті. Биыл енді көгалдандыру көп талдар отырылды. Әсіресе міне қарағайлар. Өтте ұқыпты қарау керек биыл. Су жағын. Ана Яссы көшесін мен тағы кеше өттім. Ана қарағайлардың астында су аз. Каждый, уже город распределен, каждый свой участок знает. Мен қазір любой участокке барсам, тауып алам, кім жауап береді. Мен күніге аралаймын олар, күніге.